Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Диасболат. Алдағы уақыттарда сіздерге тендер туралы түсіндіретін, немесе сіздермен тендер туралы кішкене талқылайтын, тендер туралы әңгіме айтатын боламыз. Енді алғашқы күні, алғашқы нәрсе, немесе алғашқы талқылайтын тақырыптарымыз ол тендер деген нәрсе не? Тендермен кімдер айналыса алады? Тендермен айналысу үшін не істеу керек дейтін сияқты бір қарапайым сұрақтардың шешімін тауып алайық ең бірінші. Біріншіден, тендер деген нәрсе ол қарапайым сауда секілді. Кез келген бір мемлекеттік мекемелер, ірі компаниялар өздеріне қажетті қызметтерді, товарларды, бір жұмыстарды белгілі бір порталдарға жариялауын немесе белгілі бір порталдарға салуын біз тендер деп атаймыз. Мысалы, бір мемлекеттік мекемедегі бір мектеп, сол мектепке бір парта керек и пластикалық терезе керек дейтін сияқты нәрселер бар. Сол нәрселерді порталдарға жариялайды, яғни госзакуп порталы, самұрық порталы дейтін сияқты. Яғни сондай порталдарда жариялайды. Ондай порталдарда жарияланғаннан кейін, мысалы, маған парта керек, әр партаға 50 мың теңгеден берем, 100 парта керек деп жариялайды. Тура солай біз сияқты тендер мамандары сол порталарды 30 мың теңгеден, 20 мың теңгеден тауып алып, үстіне өздерінің пайдаларын қойып, біз сізге осындай бағада алып келіп бере аламыз деп, сөйтіп договор жасап, сөйтіп товарларын, қызметтерін істеп береді. Кез келген жол болсын, кез келген мысалы бір мектептің ішіне евро ремонт істеу керек болатын болса, немесе бір мектептің ішіне ремонт істеу керек болатын болса, осыншама квадрат метрге ремонт істеу керек, и біз сендерге 15 миллион береміз, 20 миллион береміз дейтін сияқты мемлекеттік мекемелер ұсынады. Ал тура солай біз сияқты тендер мамандары, тендермен айналысатындар, олар сол жерді жөндеп беріп, яғни арзанға жасайтын жұмысшылар тауып, немесе өздерінің командаларын іске қосып, жұмыс жасап, ол жерді бітіріп беріп, өздерінің пайдаларын көріп отыра береді. Енді тендер деген нәрсе қандай порталдарда ойнатылады? Біріншіден, госзакуп порталында ойнатылады. Ол порталда тек қана мемлекеттік мекемелер, мектеп, аурухана, РОВД сияқты мекемелер. Екіншісі самұрық қазына. Ол самұрық қазына әл-ауқат қорының құрамына кіретін бүкіл компаниялардың тендерлері ойнатылатын тендер порталы десек болады. Енді одан кейін реестр надлог жер қойнауын өндірушілердің ойнатылатын порталдары, мұнай өндіретін, газ өндіретін, немесе шахталарда жүретін, соларға қажетті аспаптарды, жұмыстарды, барлық товарларды жариялайтын порталдар. Одан да бөлек банктердің, бір үлкен компаниялардың өздерінің бір тендер парақшалары, порталдары бар, бірақ негізінен қолданылатын осы 3 портал десек болады. Енді тендердің қандай түрлері бар? Тендердің түрлері ол біріншісі жұмыс, екіншісі қызмет, үшіншісі товар. Яғни товар деген қарапайым кез келген товар, ручка, қалам, немесе бір моторлар, генераторлар дейтін сияқты кез келген товар. Жұмыс дейтін ол тура солай өзіңіз товарыңызды алып барып, сол жердің жұмысын деп бересіз. Ал қызмет дейтін тек қана сол жерде дайын товарға қызмет істеп сол жерде өндіріп бересіз. Мысалы, бір монтаж жұмыстарын істеу керек дейтін нәрселер болатын болса, онда сіздер сол жерде дайын, өздері дайындап қойған материалдармен сіздер ол жердің тоғын тартып бересіздер, интернет желілерін жүргізіп бересіздер дейтін сияқты нәрселер. Енді тендердің негізгі 3 түрі бар, одан бөлек сатып алудың 3 түрі бар. Ол біріншісі запрос ценовых предложений, екіншісі открытый конкурс, одан кейін аукцион. Яғни ценовка дейтін кім арзан баға береді, сол ұтады. Яғни ашық конкурс, открытый конкурс, немесе аукцион дейтіндерде кішкене сапалырақ товарлар, яғни сол жерде кішкене опыты бар компаниялар, опыты бар ИП-ТО-лар, кішкене сол салада жұмыс істеп жүрген ИП-ТО-ларды іріктеп алады, немесе товардың сапасына байланысты іріктеп алатын болады. Енді одан бөлек көптеген тендердің түрлері бар. Мысалы, социальный тендер, әлеуметтік тендер, яғни кез келген іс-шаралар ұйымдастыру, дебаттар ұйымдастыру, немесе концерттің программалар ұйымдастыру, деген сияқты нәрселердің бәрін, қайырымдылық шараларын ұйымдастыру. Бұның барлығы сіздер білесіздер, білмейсіздер, білмеймін, бірақ бұның барлығы тендерде ойнатылатын нәрселер. Яғни концерттік бағдарламалар, мемлекеттік деңгейдегі қайырымдылық шаралар барлығы тендерде ойнатылып, соларды тендер мамандары ұтып алып, сол жұмыстарды істеп береді. Енді тендермен кімдер айналыса алады? Тендермен кез келген адам айналысады былайша, бірақ оны кішкене жіктеп көретін болсақ. Бірінші, тендермен өзі бір кез келген бір товарды, кез келген бір дүниені өндіретін адамдар. Мысалы, қолдарынан мотор шығаратын адамдар, немесе пластикалық терезелер, линолеум, өздері заводтары бар, немесе өздерінің бір өндіретін.
орталықтары бар. Сондай адамдар қатысып өздерінің тауарларын мемлекеттік мекемелерге сата алады. Екіншісі ол бір құрылыс компаниялары кез келген бір жұмысты, қызметті істей алатын, мысалы интернет желілерін тарта алатын, немесе монтаж жұмыстарын, немесе кез келген бір құрылыс салаларын, құрылыстағы дүниелерді істей алатын адамдарды айналыса болады. Яғни өздерінің қызметтерін, өздерінің қоластындағы жұмысшылармен, өздерінің аспаптарымен барып, сол жұмыс істеп беріп, ортасына пайданы алып қалып отыра береді. Немесе бір андай адамдар болуы мүмкін, ешқандай да одан кейін оптовиктер деген ол Қытаймен немесе басқа да бір зауыттармен тікелей тауарларды оптом бағасында, яғни арзан бағада алып отыратын адамдар. Олар үшін өте таптырмайтын құрал, просто байланыстырып отыра береді. Одан кейінгі бір этап бар, ол не оптовик емес, не производитель емес, не өзінің құрамында ешқандай адам жоқ, просто соларды байланыстырылатын адамдар. Тендер туралы біліп, қалай қатысатындығын барлығын біліп, одан кейін просто оптовиктермен жақсы связь ететін, немесе складтармен жақсы байланыса алатын, немесе жұмысшыларды, бір таныстарын жақсы іске қоса алатын адамдарды айтсақ болады. Одан кейін кез келген сол тендер маманын үйрену адамдар, олар частный компанияларда немесе кез келген бір мемлекеттік мекемелерге жұмысқа кіріп, солардың товарларын сатып бере алса болады. Яғни олардың барлығына кез келген жұмыс істеу порталдарының барлығына кіретін болсаңыздар, тендер маманы деп іздейтін болсаңыздар, тендер маманы көп іздейді, және олардың жалақыларының барлығы кемі 200 мың теңгеден басталады, 150 мың теңгеден басталады, яғни одан бастап миллион, 2 миллионға дейін кете береді. Яғни бұл тендер мамандары дейтін, қысқаша айтқан кезде, таптырмайтын бір мамандық иелерінен бірі. Енді тендермен кімдер айналыса алады, немесе айналысу үшін не істеу керек дейтін сияқты сұрақтардың барлығын кішігірім айттық деп ойлаймын. Енді келесі бір сабақтарымызда, келесі бір әңгімелесулерімізде бір жалпы тендермен айналысу үшін алғашқы қадамдар қандай болу керек, тендермен айналысатын адамдар не нәрселерді істеу керек дейтін сияқты дүниелердің барлығын біз сіздермен келесі тақырыпта, келесі сабақтарымызда талқылайтын боламыз. Күтіңіздер.